Так, сәлем достар. Бүгін мінекей бізде 5-ші сабақ мини курстың бұйыртса бір сабақ қалды. Енді бұл жолы сіздерге сеанс жасамаймын, тек қана техникалар берем. Өзіңіздің өмірлеріңізді оны не істеуге байланысты, өзгертуге байланысты, өміріңізге үлкен жетістіктер, табыстар алып келетін техникалар беретін боламын. Алдыңғы сабақтарды жақсылап мұқият қараңыздар, қайталаңыздар. Ол жерде сеанстың барлық түрлері жасалынды сіздерге. Әркімге әртүрлі сеанс әсер етуі мүмкін. Сондықтан да кімге қай сеанс жақсы әсер етті, соны қайталаңыздар. Бір күнде 2 рет қайталасаңыздар болады. Әзірге ол сабақтардың барлығы сіздерге доступны болып тұр. Сондықтан да соны қайталап көріңіздер міндетті түрде. Қайталамайынша бері қарай мына сабақтарға қарай өтпеңіздер өтініш. Соны міндетті түрде қайталап қайта қараңыздар. Қайталау білім анасы дейді. Қайталау арқылы сіздердің блоктарыңыз шығады, табылады, сол арқылы шешіледі. Одан кейін барып сіздің енді біз алдында осы состояниені дайындаудың барлығын өттік. Сол нелердің сеанстарының барлығында өзіңізді дайындау, бейімдеу, енді техникаларға көшу керек. Бұл ой, әрекет, сенім, сезім, солар арқылы өзінің формулалары, одан кейін барып соған байланысты білім, әрекет, содан кейін барып нәтиже. Енді қазір біздер соның техникаларын береміз. Дұрыс ойлап жүрудің және өзіңізді үнемі дамытып отырудың және дамуға деген құлшыныстарыңызды арттырудың нақты техникаларын беретін боламыз. Енді бұл жерде бір үлкен техника беретін міндетті түрде ерте тұруды бастаңыздар. Ерте тұру. Бұл енді мен өзімнің қолданған заңдылығым бойынша айтайын. Азанғы уақытта істелген жұмыс, ол аз жұмыс болса да 80-20 заңдылығы бойынша сіз азанда 20% уақытта егер дұрыс істерді жасайтын болсаңыз, ол сізге 80% нәтижесін беретін болады. Ал азанғы уақыт емес, екінші бөлігінде күннің егер сіз қанша жұмыс істесеңіз де, ол жерде 80% уақытта жұмыс істесеңіз де, бірақ ол жердің нәтижесі 20%. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар. Мен сіздерге осыны бүгін толыққанды қалай жасау керек, қалай ояту керек денені, қалай және де энергияны көтеруге болады, осы жөнінде нақты сіздерге техникалар беретін боламыз. Олай болса, ең әуелі азында ерте тұрудан бастайық. Ең бірінші бұл менің өмірімде осы жұмыстан алып шыққан, осы кәсіпке келген, өзімді табуға келген ең бірінші техника. Мен де үкіметтің жұмысында істегем 2 жылдай. Сол кезде осы техникалар ерте тұру. Мен азында 9-да жұмысқа баратынмын. Оған дейін мен азында 4:30, әрі кеткенде 5-те тұратынмын. 5-тен бастап 6, 7, 8, 9, 4 сағат мен өзіммен айналысатынмын. Ол кезде не істеймін? Азында тұрамын міндетті түрде. Бұл тапсырма енді сіздерге беріліп жатқан. Азында тұрасыздар. Тұрғаннан кейін міндетті түрде су ішесіздер. Бір немен бастаңыздар, басында қиындатпаңыздар ештеңені. Аз-аздан үздіксіз, тоқтаусыз әдетке айналдыруға тырыстырыңыздар дұрыс нәрселерді. Бірден көп істеп бірақ қарғып шығамын деп, бірақ секіріп шығамын деп, бірақ қарғып түсемін, мертіге жатады дейді ғой. Тура сол сияқты аз-аздан үздіксіз бірден бір қарғып бәрін жыпырып аламын деген болмайды ол. Сондықтан да аз-аздан үздіксіз осы нәрселерді жасап, неғұрлым бүйтіп бір қарғып шығып емес, нәтижесін, тұрақтылығына және үнемі әдетіңізге айналдыруға ниеттеніп істеңіздер. Кез келген дұрыс әдетті сіздерге не. Азында енді 9-да баратын болсаңыздар, 5-те или 6-дан бастап 6 енді нормальный естіледі, ол миға 5 қиындау болуы мүмкін. Бірінші 6-та тұрып бастаңыздар. 6-та тұрасыздар, тұрғаннан кейін міндетті түрде су ішесіздер. Ол су сіздің адам 80% судан тұрады. Бүкіл қаныңыздың бойыңызға дұрыс жүруіне септігін тигізеді. Сондықтан да бірінші тұра салып су ішесіздер. Су ішкеннен кейін міндетті түрде бүкіл сіздің көзіңіз ояу болғанмен мына дененің барлығы бұл кіші не ғой, обновление жасалған сияқты ғой. Неге? Телефонға мысалға перезагрузка жасайсыз ғой, тура сол сияқты ұйықтаған кезде адам перезагрузка болады. Кешегі алған ақпараттарын бәрін қорытады, бүкіл денесі ұйықтап тұрады сіздің көзіңіз оянғанмен. Сол кезде міндетті түрде тұрып кетіңіз. Тұрғаннан кейін бет қолыңызды жуып,
егер дәрет алуды білсеңіздер, дәрет алсаңыздар өте жақсы. Өткен дәрет алатын кездегі точкалардың барлығы ол адамның ұйқысын ашатын точкалар. Бұл медицинада, ғылымда бұл зерттелген. Сондықтан да дәрет алып алсаңыздар болады. Одан кейін барып денені ояту керек. Осы мойыннан бастап прямо бүкіл мойын қапталға шалқайып істеп, одан кейін точкалар бар, ақша шақыратын точкалар бар, оятатын точкалар бар денеңізді. Осы точкалар міне бір точка, екінші точка мынау. Әрінен 30 реттен тұрасыз, мысалы, мынаны 30 рет тұрасыз, одан кейін мынаны 30 рет тұрасыз, одан кейін міне үшінші точка маңдайыңызды 30 рет тұрасыз, төртінші точка көзіңіздің астын 30 рет тұрасыз, 5 міне істіңгі ерін, 6 астыңғы ерін, 7 мына кеуде тұс тұрамыз. Кеудесі бүкіл денені оятады. Түсінесіз ба? Дауысты, тамақты бәрін оятып жатыр да бұл. Одан кейін барып мына оң жақ немізді, крыло дейміз ғой, қол немізді. Оң жақ қолымыздың асты. Одан кейін барып бас. Короче, массаж жасайсыздар басқа. Көрдіңіз ба? Сонда бір точка, екі точка, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, кеуде, 8, 9 точка сонда шашпен басқа массаж жасау. Осыны міндетті түрде 3 қайтара жасайсыздар азында тұрғаннан кейін, ода тұрғаннан кейін бүкіл денені ояту үшін. Одан кейін, осыны жасап болғаннан кейін бүкіл иықтарыңызды кішігірім қимылдатып, бүкіл денеңізді қимылдатып шығың жаттығу. Бұл денені ояту не үшін керек деп отқан шығарсыздар? Бұл денені оятқан кезде, сіз бір жұмысты жасаған кезде энергетика барлық жағынан бірдей бөлінеді. Егер бір жағын ұйықтап жатса, сіздің миыңыз бірден істеп бастаған кезде ұйқыға қалып кетеді. Өйткені дененің бәрі ұйықтап отқаннан кейін. Ал бәрі ояу күйінде әрекетке көшкен кезде, бірден жасаған кезде мынандай нәтиже болады. Қопарып тұрып істейді да, энергетикамен, мощный, мынандай фокуспен жасай аласыз да. Осы нені жаттығуды азында тұрған жасаңыздар. Одан кейін YouTubeға жасаңыздар болады. Аэробика деген жаттығудың түрі бар. Соны 10 минут жасаңыздар. Ол өте пайдалы бүкіл негізгі организміңізге. Содан кейін барып мен сіздерге четко жұмыс істейтін мықты мен неше түрлі техникаларды жасап, соның ішінде менің өмірімде жұмыс істеген осы техникаларды жасау арқылы мен 21 күннің ішінде осыны қайталап жасау арқылы шешім қабылдадым. Жұмыстан шығып, ары жазып кетуге, ары қарай бизнеске қарай өтуге. Солай өзімнің кәсібімді ары қарай ақырындап бастаған адаммын. Сондықтан да бұл өмірді өзгертуге себепші болған нәрсе, сіздердің де өмірлеріңізді өзгертуге себепші болатынына мен сенімдімін. Әуелі алла әрине. Осы нәрселер аэробика жаттығу, одан кейін бар аэробика жаттығуынан кейін дененің барлығын оятып алғаннан кейін малдасты құрып демді бақылауға отырамыз. Малдас құрамыз, столға отырсақ та болады, диванға отырсақ та болады. Бірақ ұйықтап қалмаймыз, 10 минут уақыт отырамыз. 10 минуттың 5 минутында бүкіл денені мына сеанс барысында жасалынады ғой. Енді сіздер жасадыңыздар, қазірге дейін басында ақырындап жасадық, бойды үйреттік. Кешеге дейін 4 сеанстың барлығы денені босаңсыту болды, ойды дұрыстау болды, нейрондық байланыстарды үзу болды, осознание түсінік қалыптастыру болды. Оның бәрі келді. Оның бәріне әлі жетпеген жандар болатын болса, сабақты қайтадан басынан көріңіздер, ерінбеңіздер. Өзгеру сіздер үшін керек, сіздерге қажет. Сондықтан да сол денені босаңсытуды 10 минут демді бақылап отырасыз. Бірінші 5 минут бойы бүкіл башпайыңыздың ұшынан бастап шашыңызға дейін денеңізді босатасыз. Сезінесіз, босаңсытасыз. Әр дем шығарған сайын денеңіз бұрынғыдан да босаңсып жатқанын сезінесіз. Прям башпайыңыздың ұшы, тізеңіз, балтырларыңыз, тобығыңыз көтеріле береміз. Жамбас, бөксе, қуығымыз, жатырымыз, кіндіктің тұсы бәрін прям босаңсып жатқан. Сіздер қазір тез босаңси аласыздар. Неге? Өйткені сіздер босаңсытып үйреттіңіздер денені, денені бейімдедіңіздер. Алдыңғы сабақтың барлығын қайталап көрген болсаңыздар, егер көрмеген болсаңыздар, әлі сиқырлы таяқ іздеп отырса, сондықтан қайттан сол нелерді көріп, денені барлығын босаңсытып үйреттіңіздер. Бір үйренген нәрсе дене тез аз уақыттың ішінде қабылдайды. Кейін деп бір ойлап деген кезде өз денеңізге босаңсып шыға келу керек та. Көрдіңіз, бүкіл дұрыс емес ойларыңыздың бәрі кетіп, өзіңізге келе қалуыңыз керек қой. Соған бұның барлығы дайындық процестері.
сол кезде деп ақ уже бір келіп тұрған блогыңызды ақырындап темекі шағып денен босату арқылы шешіп бере аласыз. Вот осындай дәрежеге дейін жетулеріңіз керек сіздер. Бұның барлығы соған дайын. Сол 10 минуттың 5 минутында солай дененің барлығын босатамыз да 5 минут бойы шексіз ақша. Ары қарай 5 минут бойы шексіз ақша. Ақша келіп жатыр, шексіз көреміз ақшаны, эмоциясын сезінеміз. Және ақшаның келіп жатқанына дәл қазіргі сәтте болып жатқандай сезінеміз. Прям вот ақша келіп жатыр, кайф, міне жаққа жұмсап жатыр. Мысалы астыма көлік алып жатырмын, ең қымбат көлік, міне көліктен ал ақша санап беріп жатсыз. Эмоция қандай, мысалы рахат, кайф, машинаны алдыңыз, рөлінде отырсыз, салонның иісі аңқып тұр, мұныңызға келіп тұр. Мініп көшеде жан-жағыңыздағылардың бәрі сізге қарап, бейт қатыларыңызға қарап қойып, айдап барасыз. Бір жаққа барғыңыз келетін шығар. Мүмкін әке-шешеңізге барғыңыз келетін шығар, көрсеткіңіз келетін шығар. Мүмкін достарыңызға барғыңыз келетін шығар. Міне, отырып аламыз, көзді жұмамыз, 5 минут денені босатқаннан кейін 5 минут бойы көлікті мінеміз, көліктен түсіп, қалаған үйімізде, үйдің жанында, бассейнде, өзіміздің коттеджіміздің қасында қызметкерлер кофе әкеп беріп, кофені ішіп, прям дененің бәрі босап, вот кофені ішіп жатқан кезімізді міне бассейннің жағасында сезінеміз. Вот бұл сезім, сенім екеуі тауға баратын күшке ие. Вот көрдіңіз бе, бұл жаттығулардың барлығы бұл не арқылы? Рет-ретімен келу керек, рет-ретімен. Бірден жата қалып сезінсеңіз ұйықтап кетуіңіз мүмкін да. Сондықтан да барлығы рет-ретімен өзінің несімен келу керек. Осылай келесіз, сезінесіз 10 минут бойы, 5 минут бойы денені босаңсыз, 5 минут бойы сезінесіз прямо бай кезіңізді дәл осы сәттегідей астанайт етіп сезініп отырасыз 5 минут, кайф аласыз. Сол эмоция сақтаған күйде болғаннан кейін көзіңізді ашып, керемет немен, музыкамен жазсаңыз да болады бұны. Блокнотты аласыз да жазасыз, өзіңізге сұрақ қоясыз. Мен шексіз ақша, миға сұрақ қоясыз ғой. Шексіз ақша табу үшін не жасауым керек деген сұрақ қоясыз миға. Сіздің миыңыз тыныққан, ақшаны көрді шексіз, сізге идея береді одан кейін. Бірнеше идея береді, жазыңыз бәрін блокнотқа. Ананы жасасам болады, мынаны жасасам болады, ананы оқып алсам болады, мынадан сабақ ұйымдастырсам болады, мынаның мынандай проблемасы шешсем болады. Вот міне, жаза беріңіз, ақша табатын варианттар қандай? Мысалы, блогер болсам болады, фуд-блогер болсам болады, тамақ түсіріп не істесем болады, инстаграмда жүргізсем болады, балдардың бірдеңесін не істесем болады, бірдеңе алып сатсам болады, анадан алып сатсам болады, бір жақтан заказ берсем болады. Варианттар сан мың басыңызда. Просто сіз осы уақытқа дейін оның бәрін іске асырмай келдіңіз, өйткені сізде қорқыныш болды да. Өйткені сізде сенімсіздік болды. Енді біз осының барлығын күрестік, осының бәрін үздік. Енді осы ойларды ары қарай іске асыратын жазыңыз. Соның ішінде ең жақыны өзіңізге қайсысы, жаныңызға жайлы, ыңғайлы, және де табысы да ең бастысы енді өзіңізге ыңғайлы, жақсы болса, енді ол табыс әкелетін нәрселерді таңдайсыз ғой сіз. Соның ішінен өзіңізге жаныңызға жақынын және көбірек білетініңізді, осы көбірек өтеді-ау дегеніңізді алып, сол жөнінде білім аласыз одан кейін. Бұл формула. Білім аласыз, білім толықтырасыз. Вот мысалға сату білімін алуыңыз керек. Ол нені қалай сатсам болады? Қоғам қалай түсінсем болады? Қоғамның логикасын, түпсанадан проблема жоқ. Сіз түпсана арқылы бүкіл нені реалдығыңызды өзгертіп, бүкіл неңізді өткізе аласыз түпсана арқылы, сенім арқылы. Одан кейін олардың логикасын жабатын техникаларды үйренуіңіз керек та. Сатудың техникасы, мысалы, сатудың қандай техника, қандай әдептері бар, соның барлығын үйреніп, инстаграмды қолдануыңызға болады, ютубты қолдануыңызға болады. Вот көрдіңіз бе, осы нәрселерді әлеуметтік желі OLX бар мысалға. Вот өзіңіздің инстаграм парақшаңыз жоқ болса, ақырындап инстаграм парақша ашыңыз да, инстаграм парақшасына адам көптерге не жасаңыз. Өзіңіздің сол именно сол жаныңызға жақын алған нәрсеңізді ақша жасаймын деп, соны жасап шыңына шығып атқандарды қараңыз. Солардың аудиториясын зерттеңіз, олар не істеп жатыр, қалай жасап жатыр, қандай әрекетінен кейін олар ақша түсіп жатыр. Вот көрдіңіз бе? Осылардың барлығын жасау арқылы, білім алу арқылы
одан кейін әрекет болады, әрекеттен кейін міндетті түрде нәтиже, ақша болады. Көрдіңіз ба? Біз мысалға бірден осы әрекеттерді айтуға болатын еді, бірақ сіздің сеніміңіз, сезімдеріңіз, қорқыныш блоктарыңыз, сенімсіздік блоктарыңыз, өзіңізге өзіңіз басқалардан қалай болады, әлде қалай болады, болашаққа сенбеу, өткенге өкіну блоктарыңыз тұрған кезде бұл техникадан ешқандай да пайда жоқ. Сол үшін де мен осы блоктардың барлығын шешіп сіздің сеніміңізді, сіздің сезімдеріңізді оятып келдік та, енді соңында техника берген кезде 100% нәтиже болады сізде. Сондықтан да осы 80-20 техникасын азанғы 20% уақыт, күннің бірінші бөлігі 80% нәтиже береді. Осы кезде біліміңізді, денсаулығыңызға байланысты, қарым-қатынасқа байланысты нәрселердің барлығын осы азан уақытқа қойыңыз. Жұмысқа дейін 3 сағат уақытыңыз бар ма? 6-да тұрасыз ба? 9-ға дейін 3 сағат уақыт бар. Может 8-де 8:30 шығатын шығарсыз. 2 сағат уақыт осы нәрселерді жасаңыз да, одан кейін білім, сол сұрақтар қойғаннан кейін қандай не келді, соған байланысты білімдер ізденіңіз. Осыдан кейін бүкіл денені оятып алғаннан кейін сіздің құлшынысыңыз, көзқарасыңыз және идеяларыңыз мүлдем бөлек болады. Көрдіңіздер, осы нәрсе бүгінге тапсырма. Түсінбесеңіздер қайтадан басынан аяқ көріп алыңыздар. Азанда ерте тұру, күннің бірінші бөлігін азан таңда береке бар дейді, сол берекені дұрыс қолдану. Су ішу денсаулық үшін, денедегі бүкіл организм 80% судан тұрады. Соны су ішу арқылы бүкіл тамырларға қан жүгірту үшін, денедегі процесс болу үшін. Одан кейін жаттығу жасау, бүкіл денені ояту, аэробика жаттығуын жасау. Одан кейін деміңізді бақылап отырып, денеңіздің барлығын босату 5 минут, одан кейін 5 минут тек қана табыс, жетістік, ақша туралы ойлау, одан кейін өзіңізге сұрақтар қою. Ақшаны мен қалай табамын деп миға дұрыс сұрақ берсеңіз, дұрыс жауап береді. Одан кейін соған байланысты білім алыңыз, одан әрекет жасаңыз, міне нәтиженің нақты формуласы, достар. Бұл әдейіге қысқа нұсқа, алдыңғы сабақтар ұзағынан болды. Не үшін? Өйткені сіздің сабырлылығыңызды, шыдамдылығыңызды және терпение блоктарыңызды, сенімділігіңізді, қорқыныш үрейлеріңіздің барлығын жойып, сіздің шыңдап ергежігеріңізді арттыру үшін осы сабақтар берілді. Егер де әлде де сеанс керек жандар болатын болса, өзі түсінеді, адамның ішкі жан дүниесін өзі ғана түсінеді ғой. Алдыңғы сеанстарды қайталап тыңдаңыздар. Ал егер мүмкіндіктеріңіз болса, әлі сұрақтарыңызға жауап ала алмаған болсаңыздар, жеке сеансқа келіңіздер. Жеке сеанста тек қана сіздің проблемаңызбен, сіздің проблемаңыз шешетін нелермен ғана жұмыс жасаймыз. Енді білім алуға байланысты тағы да бір айта кететін нәрсе, менде жақында курс шығады. Енді бұл курс, мини курс, бүкіл денені босату, қорқыныштардан арылу, онсыз ештеңе болмайды. Ішкі қалыңыз, ішкі жан дүниеңіз өзгермей, сіздің сыртыңыз еш уақытта, ешқашанда өзгеріс болмайды. Ішкі қалыңызге байланысты магнит іште тұр, сол халдегі нәрселер тартады, оқиғаларды. Ішкі халді түзедік, енді сіздер білім алсаңыздар, әрекет жасасаңыздар, мынандай нәтиже берекеті болады иншалла. Сондықтан да енді әрекет жасасаңыздар, білім туралы айтып тұрмын ғой, мен ертең жақында курс шығарам. Ол курста енді қараңызда сізде сату үйретіледі, тағы да кішігірім блоктарыңызды шешу болады. Ең бірінші өткен ол жерде новыйдан келулер мүмкін. Может, бұрыннан менің марафондарымда, курстарымда оқыған адамдар келуі мүмкін. Бірақ міндетті алдындағы 3 сабағы сеанс арқылы өтеді. Сеанс жасау арқылы өтеді. Сол арқылы адам ми тазалап отырып ары қарай кіргізу керек. Одан кейін құралдар беріледі. Мысалға видео үйрене аласыздар, таргет үйрене аласыздар. Одан кейін SMM, мына маркетинг, инстаграмды жүргізу несін үйрене аласыздар. Одан кейін сатуды үйрене аласыздар, сату қабілетін. Көрдіңіздер, сол кезде сіз сату қабілеті арқылы өзіңіздің өніміңізді сатып жұмыс істесеңіз болады. Видео групп болып ақша табуыңызға да болады. Таргетолог болып ақша табуыңызға болады, SMM болып ақша табуыңызға да болады. Оның нелері өте көп. Және де осыларды қолданып отырып өзіңіздің кәсібіңізді ашсаңыз да болады. Проблема жоқ. Көрдіңіз ба? Сондықтан да басты нәрсе бүгінгі тапсырмалар. Бұл енді өздеріңіз қарайсыздар, келесіздер ме, разница жоқ. Өздеріңіз барлығын
алып кетіп жатсаңыздар, одан проблема жоқ, білімдеріңізде болса. Бүгінгі сабақ осы тапсырмаларды жақсылап тұрып орындаңыздар, нәтижесі міндетті түрде болады. Күнде тұрақтылық, аз-аздан үздіксіз. Неге 5 минут, 10 минутты беріп отырмын мен? Өйткені аз-аздан үздіксіз мәңгілік өзіңіздің әдетіңізге айналдырып, денеңізге жазып тастауға тырысыңыздар. Аз-аздан болған кезде тез, оңай жазылады. Сол үшін де оның нәтижесі бірақ 80% өміріңізде, достар. Бүгінше осы. Пока. Келесі сабақта кездескенше.